бір лафларға бір қимет кесмек мүмкін, бұл халқымызға қаршы бір қайынлықтыр. Халқымыздың ғайып етмеге істеген инсанлар тек бұны япа білежектер. Менімше біздің халқымыздың, біздің яшыларымыздың ақылы етер, бұл шеге қошылмамаға, бұл шені кесінліктен ред етмеге. Бұл пек бүйік зарар кетірежек милетімізге. Әлбетте, бір милеттің ішінде бізде бір лав бар, бір көйек көпек ола дейлер, Мында да ола білер, бізден де шығар бекін бір қач инсан, ләкін кені де текралайым, халыққа қаршы кімсе шықпамақ керек. Халқымыздың кележекі мында Қырымда қалып, Қырымда яшаған инсанлардан бағылы. Мындаки халық сақ сәлемет қалса, яшаса, демек милет яшажақ. Бөле әрекетлер, батальон құрмақ мы, блокада япмақ мы, бұлар пек бүйік зарар кетіре. Ичте разы дегенімен бұл шене. Меніңше бұл үшін бір перспективасы жоқ. Илан етерлер, лафтан çok şu мүмкін yapmaға. Ләкін керчектен әлбетте милетіміз бұл шеге қошылмас, мен бұға еминім. Еминім, чүнки халық вақыт doğru yol tapar. Bu seferde biz taparmız doğru yolunu. Ve ne ikinci muhtiyatқа, ne bu batalyonlarga, ne blokadaga kesinlikle bizim халық қошылмас.